5 минуттық смузи жасайтын боламыз. Өте дәмді болады. Ол үшін бізге қияр қажет болады. Және де селдері қажет болады. Оның тек қана таяқшасы керек болады. Және де алма керек болады. Және қабықтарын ашимыз. Кішкене су қажет болады. Бәрін турап аламыз. Барлығын турап аламыз. Енді барлығын блендерға саламыз. Енді кішкене ғана су құямыз. Смузиіміз дайын болды. Өте дәмді болды. Жасап көріңіздер. Подписаться етіп лайк қоюды ұмытпаңыздар. Ас болсын.